Almalarımızды жинап болдық. Бүгін біз алмадан джем жасайтын боламыз. Ол үшін 5 килограмм алма аламыз. Алмаларды осындай қылып тазалап турап аламыз. 5 килограмм алмадан таза 3,5 килограмм алма шықты. Алма қалдықтарынан 1,5 килограмм қалдық шықты. Алманы отқа қойдық. Енді бір ожау су құйып қайнатамыз. Алманы 30 минут қайнатып алдық. Блендерлейміз. Алманы блендерден өткіздік. Отқа қойдық. 2 килограмм қантымызды жаймендеп сеуіп қайнатамыз. Алманы жарты сағат қайнатып алдық. Алма джемі дайын болды. Міндетті түрде осындай қылып аударып қоямыз.